Әрқайсымыз триллиондаған жасушадан тұрамыз. Әр жасуша бөлінуге қабілетті, және бұл қалыпты процесс. Сау жасуша керек кезде ғана бөлінеді, мысалы ұрықтану. Анасының жатырындағы ұрық бөліну арқылы өсіп жетіледі, ал сәби туылған соң жасуша бөлінуінің әсерінен өсіп ер жетеді. Ересек адамда да жасуша бөлінеді. Ол ескі жасушаның не зақымдалған жасушаның орнын алмастыру үшін бөлінеді. Бұл қалыпты процесс бақылауда болады. Бірақ кейде бұл процесті басқару мүмкін емес. Олар тоқтаусыз бөліне береді. Солай қатерлі жасушалар пайда болады. Қатерлі ісік жасушаларының пайда болу себебі қалыпты жасуша геномының өзгеруі не зақымдалуы. Қалыпты программаланған жасуша тек керек кезде ғана бөлінеді. Ал қатерлі ісік жасушасына бәрібір, керек емес кезде де тоқтаусыз бөліне береді. Иммундық жүйе қатерлі ісік жасушаларын анықтап, жойып отырады. Бұл иммунитет жоғары болған кезде іске асады. Егер де иммунитет төмендеген болса, қатерлі ісік жасушалары өсуін жалғастыра береді. Қатерлі ісік жасушаларының өсуі үшін де энергия керек. Ол оны жақын жатқан қан тамырларынан ала бастайды. Сол арқылы қатерлі ісік жасушасы өзіне қажетті энергияны алып қана қоймай, қан тамыр арқылы бүкіл ағзаға тарала бастайды. Ісіктің екі түрі болады, қатерлі және қатерсіз. Бұл туралы менің каналымда